Енді бұл операцияға бару, ол зақымдап емдеу. Оған ең соңғы мезгілде амалсыз қалған жағдайда барса болады. Тіпті біз өттегі тас, бүйректегі тас барлығын операцияға жеткізбей емдеуді қарастырамыз. Барлық ауруларды мүмкіндігінің барынша. Енді кейбір адамдар бізден сұрайды, шығыс медицинасы рак ауруын емдей ме дейді. Рак ауруы болғанда бұл жақта кішкентай кестаңыз болса да, кішкентай ісік болса да, ойбай сіз рак екенсіз тездетіп алып тастамаса асқынып кетеді деп адамдарға үрей пайда қылу арқылы операцияға жүгіндіреді. Онан кейін жүректің қан тамырларындағы қан кішкене қойылып, жүрек соға бастаса, жүрек тездеп соқса, болмаса қаныңыз қойылып кетсе, ойбай сізге стент қоймаса болмайды екен деп операция жасап тастайды. Бұл асығыс емдеу, бұл дұрыс емдеу емес. Әсіресе мына жүректің қан тамырларын сұйылтатын бізде 100 қанша түрлі системалар бар. Сіз әрқандай жүрегіңіз ауырса, давлениеңіз көтеріліп түспей жүрсе, сахарыңыз түспей жүрсе, бізбенен хабарлассаңыз болады.